негативке тартқымыз келіп тұрады да, артық күлме, артық сөйлеме, бүйтіп жүрме, сен сөйтіп жүрме. Жұрт оны шай ішіп жүр, директор. Бұл метод бізге жарамайды, басқа шығып кетеді біздің балалар дейді. Маған Тұрсынгүл Қабатова деп жазған адам көп болды. Ән айту жарыстары, Қазақстан дауысы деген сияқты сондайға ұсыныс берсе, мен қуана барар едім. 58-ші мектептің қасында үйлер қымбаттап кеткен шығар деген маған қатты өтті. Осы мектепке баламды берем деген ата-аналар келіп жатқан жоқ па? Хабарласып жатыр ма? Келіп жатыр, өте көп келіп. Инвесторлар шығып жатыр, жеке мектеп ашыңыз. Біз демеуші болайық. Ал егер сіз 3-пен оқитын баланы 5-ке сүйреген ұстаз болсаңыз, онда нағыз жеңіс сіздікі деп айтамын. Баланы жақсы көрмейтін мұғалім сынып жетекшісі болмау керек. Тіпті мұғалім болудың да қажеті жоқ. Менде жүрекке жеткен нәрселер бар да, апай мен мамам жоқ қой деп тұрып балалар айтқан кезде мен сені бір саған ана ретінде қарап тұрған кезде сол сынып жетекшілерге айтамын. Қазіргі білім жүйесі сол балалардың дарынын ашуға көмектесе алмай ма? Бұндай еркіндік Қазақстанда көп жағдайда белең алмаған әзірше. Бір кеткен қателігім бар, жаңағы айтып кетейін. Білім саласына бір өзгеріс, реформа жасау керек десе, нені істер едіңіз мысалы? Саясаткерлермен сұхбат алып үйреніп қалғансыз ғой сіз. Ана астыртын бәрібір өзіңіздің сұрағыңызды қойғыңыз келіп тұрады. Көп шабытыңызды аша алмай отыр едім. Белгі бердіңіз ғой, сарт еткізіп. Жоқ, қоймаңыз десем сол сұрақты. Белсенді, танымал, мықты, білікті мамандарды депутат қылып жіберетін әдет бар ғой. Саясатқа кетіп қалып жүрмейсіз ба дегенім ғой. Сондықтан басшыларға айтам, сіздер бұл орында мәңгілік емессіздер. Ол кресло бүгін бар, ертең жоқ. Мен кейде таңғалам, жолдасыммен қарым-қатынасым дұрыс емес, енем дұрыс емес, біреумен тіл табыса алмау деген нәрсе болмау керек. Кеш болып қалады. Сондықтан барды бағалау керек уақытында. Әлеуметтік желіде жүрегім жылап тұрса да күліп позитивде сен жарқылдап жүруге тиіссің деген сөзі мұңаюға жол бермейді да. Қатты қайғыға берілдім, қатты ауырып қала береді сосын осы Инстаграм ойы келді.